Ассаламу алейкум, менің сұлу қыздарым. Бүгінгі осы тақырыпты шығару үшін өте ұзақ ойландым. Айтайын ба, жоқ па, прям менде де бір не болып қалған, бір қорқыныш болып қалған. Ертең бұл таралып кете ма деген сияқты да. Себебі бұл видеоны ер азаматтардың көруіне қатаң тыйым саламын. Дәл қазір осыны көрген ер азаматтар болса, сіздер өшіре салыңыздар. Себебі бұл аманат тек қана қыздарға, айта кетейін. Видеомды бастамай тұрмастан бар. Ендеше бұл неге әйелдерге бұл құпиялы видео болған қалайым біріншіден, екіншіден бұл көп әйелдердің қоятын сұрақтары. Себебі маған айтады, сізге ғана айта аламын, сіз себебі гинекологсыз, еще сіз эндокринологсыз, еще сіз имтренер, сексологсыз, поэтому айтсам болады ма да, осындай сұрақтармен келеді. Сондықтан бұл не? Еркекті қандай нәрселер қызықтырады да, яғни төсекке шақыра алады немесе да. Немесе еркекті біз қалай бағындыра аламыз деген сияқты ма да, вот осындай қойған дұрысырақ сияқты. Бұл не? Бізде көп қыздар ойлайды, егер менің қынабым тар болса, ол қыздікіндей болса, болды. Менің күйеуім ешқайда кетпейді. Осылайынан ойлайды. Астафирулла деп айтқым келеді, себебі оған байланысты емес. Неге? Егер сізге қызық болатын болса, онда видеоның соңына дейін көріңіз керек міндетті түрде. Және де маған шын мәнінде қызық емес екенін білу үшін лайк басыңыз, себебі сіздің лайкыңызға қарай бұл тақырып алдағы уақытта осындай тақырыптар шығару керек емес екендігін көріп біліп отыратын боламын. Егер лайк аз болса, бұдан кейін бұндай тақырыпты точно шығармайтын боламын. Ендеше менің жеке ойым, біздегі келген әйелдерге қарап айтайын да. Яғни сізде қынап мың жерден тар болсын, ол қыздікіндей әдемі болсын да, егер сіздің төсегіңіз суық болатын болса, төсектегі жылулық кететін болса, бұл жерде қынап ештеңе істей алмайды, өкінішке орай. Сонымен қатар бізде физиология дейміз, яғни біз Аллах тағаланың жаратылысы бойынша әр нәрсе өзінің қызметін атқарады. Мысалы, біз дәл қазір тоңып жаураймыз да. Жаураған кезде не істейді? Біздің мына жерде түктеріміз автоматты түрде түк тұрады да, сырттан жылы энергияны іздейді. Сырттан жылы энергия келеді, түк бізде жатады. Ал егер де сіз ол жерде жылы энергия ештеңе болмаса, ол түк тұрған кезде тұрып, ары қарай дірілдейсіз уже. Мына дәл солай, бұл элементарный бір болмайған түктің өзінің қызметі да. Бізде қынап та дәл солай өзінің қызметін атқарады. Яғни сізде төсекте, мысалы жыныстық қатынасқа дейінгі кезеңде сіздің күйеуіңізге деген махаббатыңыз артып, таңертеңгі уақыттан бастап оны дайындап, бір-бірлеріңізді күту, жақсы көру, іздеу, соны сезіну, оны қалау деген сияқты нәрселер болатын болса, біздің мына қынабымыз автоматты түрде ол қозатта өзінің сол жерде қан айналымын күшейтіп, автоматты түрде сініп, мына жерге тарылту қызметін атқарады. Ол үшін сізге ешқандай чекапалочки, биржинстар, астафирова тағы басқа нәрсе қолданудың керегі жоқ. Бұл автоматты физиология. Енді мысалы, көбелек қыздар деймін бұндай қыздарды, яғни қалай ойлайсыз, сырттағы көбелек қыздардың қынабы тар ма? Ер азаматтар сол үшін соған бара ма? Әрине жоқ. Қалай оңқы тар олар айтқанда, өзіңіз түсіндіңіз. Естественно, оңқыда тар емес. Барлығы шынында қанда бәрі бір тесік қой, сол стафирлап айтқанда қиын да. Но сізде қалай? Сіздің отношенияңыз бұл жерде. Сізді мұнаны қалай дұрыс бағындыра аласыз, қалай дұрыс істей аласыз. Себебі бізде көп әйелдерде босанған сайын, ауыр нәрсе көтерген сайын, даже босанбаған әйелдердің өзінде қимыл әрекет аз болған сайын, ол жерде ешқандай қан айналым болмаған сайын, сонымен қатар реніш дейміз. Біздің жатырымыз бұл ер азаматқа деген реніш, психосоматикасы соның әсерінен бұл қатайып қалады. Мың жерден болса да, мұнау ісімейді да, бұл жүктілікке де дайындалмайды, бұл жерде ешқандай қан айналым да болмайды, қойды не істесе де да. Мысалы айтады, неге мен көтере алмаймын, себебі мен күйеуім жақсы көрмеймін, сол үшін мен жүктілікке дайын емеспін, содан кейін көтере алмаймын ба дейді да. Естественно, одан да көтере алмауыңыз мүмкін. Сізде бәрі идеально, бірақ содан көтере алмауыңыз мүмкін. Дәл солайынан, егер сізде бәрі идеально, бәрі керемет болуы мүмкін, бірақ сіз оған деген сезіміңіз болмаса, бұл сезім не? Бұл энергия. Мысалы, жаңа біздің түгіміз айдалада, даладағы энергия, жылу энергиясын тартқандай, мынау да бізге сол сезім энергияны тартады өзіне. Сол нәрсе болған кезде автомат түрде бұл ісініп, өзіне керек нәрсені алады. Солай ғана сіздің ер азаматыңызды бауырай алады. Себебі еркек, ер азамат жыныстық қатынас кезде әйелінің сезім алып жатқанын түріне қарап-ақ біледі.
бізде горячая женщина дейді, сенікі ыстық қой дейді, немесе да оны сразу сонымен ақ анықтауға көруіне болады, өкінішке орай. Дегенмен сіз бұны дұрысынан түсіну керексіз. Әр әйел адам ләззатты сезінуі маңызды. Неге? Себебі бізде жатыр өзінің гормонын дұрыс бөлу үшін, біздің қалқанша без өзінің гормонын дұрыс бөлу үшін, дофамин гормоны дұрыс бөліну үшін, статин, либидиндер дұрыс бөліну үшін, сіздің миыңыз тынығу үшін, кислород дұрыс бару үшін сіз осы ләззатты сезінуіңіз міндетті. Түсінікті ме? Негізінде бұл дәлелденген медициналық тұрғыда да, физиологиялық, исламский психология жағынан да барлығынан дәлелденген бұның маңыздылығы. Сол себептен сіздің көп проблема, көп ауруларыңыздың негізгі себебі осыған келуі мүмкін. Өте ұятты видео болған болуы мүмкін, кешірім сұрайын. Дегенмен басында айттым, бұл тек әйелдерге арналғандығында. Сондықтан ассалаумағалейкум тағы да. Осымен видеомды аяқтағым келіп тұр. Сіздермен болған доктор Сейтжаппаровна.